Жолдар, әуедегі қанатты жолдар. Мына ғажап планетадағы 5 құрлықтың құндылықтарын құшырлана сіңіруге құмар бір жан болса, ол мен деп қол көтерер едім. Қайда барам? Не істеп барам? Жаны жайсаң, ниеті ізгі, нұр жүзінде мейірім тоңған, жақсылықтың жолында барын құрбан етуге әзір ғазиз жандарды іздеп барам. Бар ма екен ондай жандар? Бар. Сеніңіз бар. Адам қолымен жасалып, табиғатпен үйлесім тапқан әлем ғажайыптарынан, аспан астындағы музейлерден рухани азық іздеп барам. Бар ма екен жұмыр жерде ондай жұмақ? Бар. Сеніңіз бар. Кішкентай ғана шағын арал мұхиттың ортасында тұр. Біздің дәуірімізге дейінгі 3000-5 5000 жылдары қаланған тас екен. Аңыз бойынша бұл тастарды періштелер қалаған деп есептеледі. Сапарымыз сәтті болсын деп мына седірінен өзіміздің әдетіміз бойынша соғыстырып алып қояйық енді. Аман болайық. Жанар, ана әйел қайда кетті? Ол креветка аулап жүр. Креветкалар түсе ма осыған соң? Әрине түседі. Осылай аулайды екен ғой креветканы. Міне. Әлі біраз жиналды. Медуза, мынау медуза. Мүмкін бір кезде Виктор Гюго менің орнымда отырып, дәп осындай тамақты ішкен шығар. Иә. Бәрін басынан бастайын. Ал сіз менің еңбегіме деген құрметіңіз болсын, лайк басып, подпискаға жазылыңыз, таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыз, пікір қалдырыңыз. Ендеше кеттік. Міне тағы сапарға аттандым. Мақсат Стамбул арқылы Парижге жету. Мектепте де, университетте де неміс тілін оқыдым. Жекелеген сөздерді шатып тұтқаным болмаса, басқа тілдерді білмеймін. Сондықтан ұшақта қасымда отырған мына әдемі жігітпен емін-еркін жарқын әңгімелесудің сәті түспеді. Есесіне сапарымның маңызды әрі қызықты боларына күмәнім жоқ. Францияда өткізетін 2 апта бойына көрген білгендерімді шып-шырғасын шығармастан, бейне таспаға түсіріп, бастан аяқ өздеріңізге баяндамақ болып шештім. Неге Стамбулдың әуежайы, құжынаған халық, Парижге ұшатын келесі рейске әлі таблода гейт нөмірі көрсетілген жоқ. Өйткені 2 рейстің арасында 4 сағат уақыт болған. Сондықтан асықпаймыз. Әуежайдан адасам деп қорықпауға да болады. Мінекей мынандай арнайы киімге киінген әуежай қызметкерлері жөн көрсетіп тұр, барып сұрап алуға болады. Егер де олар ағылшын тілін түсінбей жатса, менде сөйлесуге болады екен. Келесі рейске ұшаққа отырғанша кішкене жүрек жалғап алу керек болып тұр. Жүрек жалғайтын жерде көп екен мұнда. Осындайда қасында бір адамның болғанда жақсы екен ғой. Негізінде мен жалғыз өзім шығып едім. Мінекей Айгүлменен танысып, ол Австрияға кетіп бара жатыр екен. Оның әлі 5-6 сағат уақытысы бар. Рейстің ортасында менің де біраз уақытым бар. Жүрек жалғап алайық деп шештік. Паша донердің меню осындай екен. Қазір көрейік, не бар екен. Ал енді мұны түсініп көр енді. Бағалары лирамен екен. Бізде енді лира жоқ қой, не істейміз. Доллар мен евро ғана ғой енді. Алайда еш саспаңыз, Стамбул әуежайында доллармен де, евромен де сауда жасай беруге болады. Бірақ валюта айырбастау комиссиясының есебінен біраз ұтыласыз, алған затыңыз қымбатқа түседі. Мысалы, менің алған бір порция салатым менен 250 грамдық апельсин шырынының бағасы 10 000 теңгеге түсті. Қысқасы, Түркияға жолыңыз түсе қалса, ақшаңызды лираға ауыстырып алғаннан артық жоқ. Айтпақшы, Стамбул әуежайында телефоныңызды 1 сағатқа тегін Wi-Fi-ға қоса аласыз. Артық уақыт алам десеңіз, ақылы. Wi-Fi-ға өзіңіз қосыла алмай жатсаңыз, осында жүрген әуежай қызметкерлеріне немесе кез келген жолаушыға қайрылуыңызға болады. Еш қиналмастан көмек қолын созады. Араға 4 сағат уақыт салып, Стамбулдан Парижге ұшып кеттік. Шарль де Голль әуежайынан Алматы Рен бауырластық комитетінің мүшесі Алан есімді француз күтіп алып, ары қарай Рен қаласына бару үшін 2-ші терминалдағы теміржол вокзалына бет алдық. Париждегі Шарль де Голль әуежайының маңайында
осы аймақтағы қалаларға баратын пойыздың вокзалы бар. Мынау сол вокзалдардың бірі. Ұшақтан түскеннен кейін Рен қаласына бару үшін осы вокзалға келдім. Үлкен қалалардағы вокзалға ұқсайды екен. Мысалы, Гамбургте де осындай. Екінші қабатында жолаушылар, күтушілер отырады дағы, ал бірінші қабатында пойыздың жолақтары. Осы жерге пойыз келіп тоқтайды. Күтіп отырған жолаушылар пойыз келген уақытта эскалаторменен төмен қарай түседі. Пойыздан шыққандар екінші қабатқа көтеріледі мына эскалаторменен. Аэропорттан осы жерге дейін бір шамамен 10 минуттай жүріп келдік-ау, шағын пойыздарменен. Соның өзінде мына мен аэропортта қосылған Wi-Fi осы жерге дейін істеп тұр. Не деген қуатты Wi-Fi десеңізші. Алан қазақша білмейді, мен французша білмеймін. Бірақ Google аудармашының көмегімен жеткенше әңгімелесіп бардық. Міне, Францияның солтүстік батысында орналасқан Британия аймағының астанасы Рен қаласына да келіп жеттік. Рен мен Алматы бауырлас қалалар. Екі қалада бауырластық комитеттері жұмыс істейді. Олар екі аймақ арасындағы мәдени байланыстарды нығайту мақсатын ала қойған. Рен қаласындағы бауырластық комитетін қазақ қызы Жанара Төребаева басқарады. Енді Рен деген қандай қала? Онда кімдер өмір сүреді? Немен айланысады? Сол жайлы аз кем ақпарат беріп өтейін. Оған Жанараның өзі көмектесті. Бұл аймақ өзінің тарихи, мәдени ерекшеліктерімен және кельттік мұрасымен танымал. Бретондар осы араның байырғы халқы болып табылады. Олардың тілі бретон тілі және француз тілі. Біз қазір міне Рен қаласының дәл орталығында тұрмыз. Біздің келе жатқан мына жолымыз Елевелен өзенінің көпір ретінде салынған көшесі. Бұл Рен қаласын екіге бөледі. Мынау солтүстік Рен, мынау жақ оңтүстік Рен. Басар деген 19 ғасырдағы Рен қаласының мэрі болған адам. Сол кісінің қолдауымен 1885 жылдан бастап салынған, 1929 жылы бітілген осы коммерческий центр. Қазір бұл коммерческий центр орталық пошта болып есептеледі. Бірақ кезінде бұл өте үлкен коммерческий центр, ішінде көптеген сатушылар болған, банктер болған, бурстар болған. Бұл ғимарат 1911 жылы батыс жағы күйіп кеткен, жанып кеткен. Содан кейін қайтадан салынған. Стилі Луврдың стиліне салынған көркем ғимарат. Тарихын көзінің қарашығындай сақтау бретон халқына тән басты қасиет. Ескі ғимараттар түгіл, қаланың ескі бөлігінің өзін мүмкіндігінше өзгертпей сақтауға тырысқан. Тіпті 16 ғасырдан бері бұзылмай тұрған ағаш үйлерді өздеріңізге алдағы уақытта көрсетеміз. Бұл біріншіден жас ұрпақтың тарихи жадын шегелеу үшін керек болса, екіншіден туристердің есебінен қала бюджетіне әжептәуір пайда әкелуде. Айтпақшы, дәп бүгін ана бабалар тарихи ғимараттарының күні екен. Ана бабалар тарихи ғимараттары. Қызық, қазір мұның мәнін Жанара түсіндіреді. Біздің осы Рен қаласындағы қазіргі ең ескі ресторан, бейбітшілік ресторан, Лапе деген анау. Өте жақсы ресторан. Рендегі ең ескі ресторан. Осы жерге мэрияда жұмыс істейтіндер келген, официальный қонақтар келген кезде, осы жерден тамақ берген, мысалы деген айтқанда, Виктор Гюгоның өзге бұл жерде тамақ ішкен. Ана жақта музей искусства. Ал мынау көше, негізгі көше, мынандай торговый заттарды алып келген кезде ғана кенем тұрса болады, бірақ бұл тек жаяу адамдар жүретін көше, көшенің аты Бастар. Бұл жақта машиналар жүрге болмайды. Адамдардың көбіне, сендерде демалыс күні істемеуші еді ғой дүкендер. Бүгін тарихи ғимараттың тарихи ғимараттар күні күні бүгін. Иә. Бүкіл Франция бойынша.
тарихи ғимараттар күні деп неліктен қойған, не мақсатпенен, не керегі бар ол тарихи ғимараттар күнін жасап? Халық өзінің тарихын, өзінің құндылықтарын ұмытпау керек. Өзінің отанға деген сүйіспеншілігін, патриоттық сезімін, ата-бабасына деген құрметін асыра түседі. Мысалы, көп адам жұмыс істеп жүріп, жастар әсіресе ондайға көңіл бөлуге кейде уақыты болмайтын болса, осы күні барлық жерде, музейлерде, жаңағы тарихи ғимараттарда бәрі де жаңағы тегін балаларын әкеледі, семья болып көрсетеді. Мағынасы өте зор. Ата-бабалық ғимараттар күні деп аталатын осы уақытқа дейін. Ал енді 2023 жылдан бастап олар түсінді, тарихты өздері ғана істемеген, бұлардың тарихында өте мықты әйел адамдар болды ғой. Енді тарихи ата-бабалар күні деп аталмайды, ана-бабалар ғимараттарының күні деп аталады. Не себептен ананы қосты? Себебі әйел адамның тарихи үлес қосқаны өте зор екенін қазір еркектер мойындай бастады. Қоғам оны түсіне бастады. Адам баласының санасы өскен сайын бірде-бір адам басқа адамның кем деп есептемей. Мысалы, бір экскурсия бар бүгін. Реңге үлесін қосқан аналар тарихы деген. Сондай экскурсия бар ма? Сол экскурсия бар. Әйел адамдардың еңбегі жайлы, политикадағы, мәдениет тұрғысындағы, жаңағы білім тұрғысындағы әйелдер туралы тарихи гид болады. 2 жылдан бері. Бұрын тек ата-бабалар ғимараты болса, қазір ана-бабалар ғимараты деп айтылады бұл күн. Рен Алматы бауырмашылығының бюросы. Осы да, мына осы ғимараты. Ол да исторический. Бұл исторический ғимараттарға түсуге болмайды. Бәрі қаланың тізімінде, префектураның тізімінде. Мынау жасыл балконы бар тұрған ғимарат. Болған ремонт жасаған кезде тек тарихи ғимараттарға ремонт жасайтын компаниялар ғана ремонт жасай алады. Өзгертуге болмайды, даже цветін өзгертуге болмайды. Біздердегі секілді өзбектерді әкеп жөндеу жұмысын жүргізбейді ғой әйтеуір. Ондай жоқ. Қандай бояуға бояй саламын деп өзгерте алмайды. Реставрация жасауға маманданған арнайы құрылыс ұйымдары ғана жүргізе алады тарихи ғимараттарға жөндеуді. Ресторандарда бүгін адамдар өте көп болады. Ресторандар тек сағат 14-ке дейін ғана жұмыс істейді ғой, 12 мен 14. Сонда бәрі бір уақытта тамақ ішіп, француздар бір уақытта жаңағыдай жұмыс істейді. Сағат 1 болып қалды енді, 14-ке дейін барып, ең ескі ләпіден екеміз тамақтанып алайық. Немістердің бір мақалы болушы еді. Соғыс өз алдына жүре берсін, уақытылы тамақтану керек деген. Сол айтпақшы, 2 ғасыр бойы өз қалпын өзгертпеген ежелгі ресторанға түстенуге бет бұрдық. Мынау бар. Бар деген осы жақтың балығы, жаңағы жеміс-жидекпен қуырылып алып келіп беріп отыр. Мынау бардың несінде витамин өте көп, миға беретін фосфор, жаңағы липид, омегалар өте көп. Сол себептен де бар өте жақсы балықтарының бірі болып келеді. Балық демекші, балықтың атасы Британияда екен. Түк көрмеген деп ойласаңыз да өзіңіз біліңіз. Шынымды айтайын, теңіз өнімдерінің небір жойпат түрлерін көріп, көзім шарадай, басым шақшадай болды. Ойбай, осында жейме, мұның да еті бар ма? Мынау да лобстер емес па? Жоқ, бұл өрмекшінен, мынау теңіз өрмекшісі, мынау тұқт дейді. Әні көрген әлі қимылдап жатыр әні. Ойбай, тірі болып жатыр ма? Әні көрген әлі қимылдап жатыр. 25 жыл болды, иә. Өзің еш өзгермегенсің. Тіліңде де, дініңде де, діліңде де ешқандай өзгеріс жоқ. Ықпалға түспегенсің. Француздың болсын, Европаның болсын ықпалына түспегенсің. Кәдімгі қарапайым қазақтың қара қызы ретінде қалғансың. Бірақ енді болашақ ұрпақтарының түп тамырын сақтап қалу үшін не істеп жатырсың деп сұрағым келген ғой енді. Иә, балаларымды жаңағы Қазақстан тарихына қызықтыруға тырысам, содан олар қызығып өзі оқып жүреді. Қоймай бүкіл қазақтың жаңағы шыққан сақ уақытынан бастап историясының бәрін біліп алған, менен жақсы біледі. Оларға әйтеуір ақырындап құлақтарына құйып қоямын, енді деген енді сендер жартылай қазақсыңдар, жартылай французсыңдар. Енді француздарымыз көп. Өте жақсы халық, білімді халық, мен бұларды өте құрметтеймін. Арманым балаларым жақсылап қазақшаны үйренсе. Екеуі де кішкене түсінеді, бірақ сөйлей алмайды әлі. Тілдері әлі шықпаған. Орта жоқ қой өйткені. Орта жоқ қой. Өзіңмен өзің сөйлесе алмайсың ғой. Иә. Сол, бірақ енді тарихын менен жақсы біледі. Балаларым өте білім іздеп қалған балалар. Енді арманым сол, айтамын, енді сендер де кішкене енді қазақтың санын көбейтуге үлес қосып жүрсіңдер, қатып кетер етсем күледі ғой. Содан маған қазақтан келін алып кел деп отырсың ғой, мама дейді балам. Иә, десем,
бірақ маған ұнайды қазақтың қыздары деп қояды. қояды ма? Жанараның ұлы мен қызының тарихқа ден қоюы бекер емес. Бретондар жас ұрпақтың тарихи жадын нығайтуға келгенде алдына жан салмайтынын Рен мэриясына кездесуге барғанда байқадық. Қараңыздаршы, мынау қала мэриясы ғимаратындағы бір бөлме. Британия тарихындағы бұрынғы соңғы соғыс атаулыда шейіт болған отандастардың бірін қалдырмай аты жөндерін тастан қашап жазып қойған. Мұны мектеп оқушыларынан бастап үлкен кіші демей, осында келіп кеткен қонақтарға дейін көрсетіп, тарихын түгендеп, жадын жаңғыртып отырады. Біздің қазіргі тамақ ішіп отырған ресторанымыз 2 ғасыр болған тамақтандыру орны. Ұрпақтан ұрпаққа мына жерді сақтап қалып тұр. Ал енді бұл 2 ғасыр бұрынғы тамақ дайындалды ма бұл жерде? Қазір. Ол кездерде де осы балық, себебі біздің Британияда өңкей балықпен специализация болған ғой. Айналамыздың бәрі океан ғой. Балық тамағы, иә. Ең жақсы рестораны болған Реннің ол кездегі, қазіргі кездегі ең жақсы ресторандардың бірі болып есептеледі. Виктор Гюго да кезінде осы жерде тамақ ішкен. Мүмкін сіздің орныңызда отырған шығар. Мүмкін бір кезде Виктор Гюго менің орнымда отырып, дәп осындай тамақты ішкен шығар. Осыны айттым да, мына ресторанның ескі қабырғаларына сіңіп қалған ұлы француз жазушысының құлағыма келген ыстық демі мен сырлы қаламның сиқырлы сыбдырын шөктік біріне жүктеп алдым. Мына кофе қалай аталынады сонымен? Кофе гурмана. Мына кофені енді қант қоспасам мен іше алмаймын. Мына балыққа тойып алды, енді мынаны қалай жейміз енді? Жақсы тағам қалғанша жаман қарын жарылсын деген. Күнде жеп жатпағаннан кейін не болса болсын енді жаман қарын жарылсын. Көрейік дейміз. Дұрыс па екен? Керемет. Ас болсын. Европаның басқа қалалары секілді тас төселген көшелер, тар көшелер. Мынау жаяу жүретін көше. Жаяу жүретін көше ме мынау? Иә, бұл мына көшеде жаяу машина жүрмей ме? Иә, біздің Арбат сияқты ғой. Солай ма? Алматыдағы, иә. Мына қазір мэрия. Бұрынғы ескі мэрдің аты жөні Бастар болғанда, сол кісінің атынан көшенің атын берген ғой, Бастар деген кісі. Сол ғимараттың алдындағы алаң. Иә. Еркін жүріп жатыр адамдар. Ешкімге тоқтау салмайды. Міне тіпті балаларында ойнайтын жері бар. Иә. Мына қарама-қарсы тұрған опера және балет театры. Иә. Мына біздің қаламыз Парижде өте үлкен қала емес қой. Бұл жерде 250 мың, 300 мың қазір халық ғана бар. Мынау жаңағы мэриямыз. Осы жерде менің некем қиылған Жанетпен. Сонда қаланың мерінде неке қиыла ма не? Иә. Неке сарайы жоқ па? Жоқ, бөлек неке сарайы болмайды, барлық мэрияларда неке қиылады. 2 үлкен әдемі залы бар, соның ең үлкен залында неке қиылу залы. Ал мына қасындағы ғимараттар нағылған ғимараттар. Мынау үйлер, адам тұратын үйлер. Қала мериясының жанында адамдар тұратын үйлер бар. Иә, мынаның бәрінде адамдар тұрады. Міне көрдіңіз ғой, адамдар үйленіп жатыр, келе жатыр регистрацияға. Әлі есімде сондағы нем, көңіл күйім үйленген күндегі шыда. Көңіл күйің. Иә, әлі есімде. Әлі есіңде. Иә. Тарихи ғимараттар күні болғаннан кейін адамдар аралап көріп жүр. Иә. Енді парламентті көрейік. Мына парламенттің айналасындағы тұрғын үйлер түсіріп алыңыз, өте әдемі. Билікпенен, үкіметпенен халық бөлінбей тұр ғой. Бөлінбей. Биліктің үйі орналасқан жерде халық бірге тұрып жатыр. Әдетте біз соған үйренгенбіз. Билік өзінше оның үйі бөлек тұрады. Ол жерге жақындау қиын, тәртіп сақшылары қайтарып жібереді. Ол төңіректе тұрғын үйлердің болуы деген ол тіпті түске кірмейтін нәрсе. Ал мына жерде мінекей мынау парламенттің үйі ғой. Мынау парламент. Иә. Ал мынау тұрғындар үйі жай ғана. Парламенттің қасында дүкен де тұр, тұрғындар үйі де тұр. Біз үшін таңғалатын жай. Ал ең ескі Ренді көрсеткіңіз келсе, анау ағаш үйлер. Олар Реннің ең ескі үйлері 11 ғасырда салынған, бірақ 16 ғасырда бәрі жанып кеткен. Өте аз ғана үй қалған. Содан кейін қаланы уже 16 ғасырдан бастап мыналарды тас үйден салған, жанбайтындай қылып. Мынау парламент үйі қай ғасырға дейін ағаш болып келген? 16 ғасырға дейін. 16 ғасырда үлкен өрт болған Ренде. Сол кезде өте аз ғана ағаш үйлер қалған. Ол сақталған үйлерді әлі реставрация жасап, әлі сақтап келе жатыр. Ол жақта да адамдар, тұрғындар өмір сүреді қазір. Қаланы қайтадан сосын тастан салған осы, мынау ақ мрамордан салған ғой. Өте қымбат ақ мрамор мыналардың бәрі. Парламент өкінішке орай бүгін жабық екен, әйтпегенде ішіне кіріп көретін едік. Ендеше жаңағы ағаш үйлеріне барып көрейік.
көріп тұрған үйлеріңіз 16 ғасырда ағаштан салынған үй екен. Ал оның қасындағы үй 18 ғасырда ағаштан салынған. Олар таза ағаштан салынғандықтан сол қалпында ескерткіш болып қалсын деп, осы қаланың тұрғындары оларды бұзуға қарсы болған екен. Мына 16 ғасырда салынған үйді көрдіңіздер ме? Қазір ірірек етіп көрсетуге тырысайын. Міне бір жағы тіпті қисайып та кеткен екен. Қисайып кеткеннен кейін кірпішпенен қалап, құлап кетпесін деп бір жағын бекітіп қойыпты мінекей. Рен қаласы алғаш пайда болғанда бұл қаладағы үйлердің барлығы ағаштан салынған екен. Кейіннен олар өртеніп кететін болғасын, басқа материалдардан сала бастаған көрінеді. Ал мына екі үйдің ағашы қалай шірімей тұр дейсіздер ғой. Олардың бір өзінің әдісі бар екен. 10 жылда, 20 жылда бір ағашты шірімес үшін өңдеп тұратын. Сөйтіп ағашын өңдеп, осы үйлерді сақтап отырған көрінеді. Ортадағы мына үйде ғана адамдар тұратын көрінеді. Өмірлерін өзгерткісі келмейтін адамдар осы үйде тұрып жатқан көрінеді. Ал мына 16 ғасырда салынған ескі үйлерде ешкім тұрмайды екен. 14-17 ғасырлар аралығында салынған ағаш үйлердің ерекшелігі олардың жартылай ағаштан жасалған қасбеттерімен ерекше бояулары. Мұндай үйлер коломбаж деп аталады. Қазіргі таңда Рен қаласының ескі бөлігінде осы коломбаж стиліндегі 200-ден астам үй сақталған. Сол дәуірдің қалалық өмірін еске салатын тар көшелердегі дарбазалы ағаш үйлер бабадан қалған мұра ретінде ерекше тізімге енгізіліп, мемлекет қорғауына алынған. Мына үйлердің ортасында тұрған көк бояумен боялған терезелерді көріп тұрсыздар ма? Рен қаласындағы ең жіңішке үй екен. Алғаш римдік дәуірде салынып, орта ғасырларда әсіресе 100 жылға созылған ағылшын-бретон соғысы кезеңінде Рен қаласын сыртқы жаудан қорғаған мына тас қабырғалардың кейбір бөлігі әлі күнге сақталып, тарихтың тірі куәгеріне айналыпты. Бекіністің 13 ғасырда салынған бас қақпасы Портес Морделайс қаланың негізгі кіреберісі әрі бекіністің стратегиялық маңызы жоғары орталық нүктесі болды. Үлкен темір қақпалардың екі жағына қорғаныш мұнаралары тұрғызылған көрінеді. Сонымен қатар Портес Морделайс Британ герцогтары дәстүрлі түрде ант қабылдайтын орын ретінде де белгілі. Рен қаласының ескі бөлігінде серуендеп, орта ғасырлық Британияның атмосферасын сезіндік. Өткен заманның сәулеті мен мәдениетіне көз жүгірттік. Алматылықтар үшін Рен қаласындағы аса қадірлі орын мына Алматы бағы және Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 2016 жылы орнатылған Абай мүсіні. Спасибо французам за то, что нашему просветителю организовали здесь, в этом городе, в городе побратиме, в Рене, такой бюст. Француз достарға алғыс білдіруде туралы тағы бір жай бар. Ежелгі Алматы Верныйда 1883-1903 жылдар аралығында бас сәулетші қызметін атқарып, қала архитектурасында француз үлгісінің нышаны бар көптеген ғимараттарды жобалап, оңтүстік астанамыздың қазіргідей көрікті қала болуына ерен еңбек сіңірген Поль Луи Станислас Гурде деген француз сәулетшісі болғанын француздардың өздері де біле бермейді екен. Вспоминаю француза, который много сделал для нашего города, который 30 лет был архитектором нашего города, 40 лет он прожил в наших местах. Многие здания, в том числе и Казалтан. И почему-то многие даже гиды, они показывают и говорят, что это проект Зинкова. На самом деле это выясняется, это все Поль Гурде. Многие здания, это детский приют, здание гимназии. Вот сейчас Казреставрация есть, это бывшее здание Министерства культуры. Это все творение Гурде. Өкінішке орай, Гурдеге тән біршама ғимараттар 1887 жылғы жойқын жер сілкінісінің кесірінен қирап кетті. Франция саяхаты Рен қаласымен шектелмейді. Бейне шығарылымның ұзақ болғанын ұнатпаймын, көрерменді шаршытады.
Сондықтан Франция сапарының түсірілімдерін бірнеше бөлімге бөліп монтаждамақпын. Қызықтың нағыз көкесі келесі бөлімдерде. Бейне шығарылымға лайк басып пікір қалдыруды, бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар, подпискаға жазылыңыздар. Ендігі жолы Британия мен Нормандияның шекарасында Атлант мұхиты суының ортасында тұрған Мон-Сен-Мишель аралына саяхат жасаймыз. Франция сапарының түсірілімдерін әзірлеуге демеушілік көрсеткен Британияда тұратын Жанара Төребаева мен Парижде тұратын Бағила Асқарқызына алғыс білдіремін.